Қайырлы күн болсын. Мынау табиғаттың дауысы естіліп тұр ма? Құстың сайрауы, қырғауылдың дауысы, бұлбұлдың дауысы. Мынау жапырақтың сыбдыры, шөптің сыбдыры, шыбынның дауысы, зыңы. Естіле ме? Қандай керемет, е? Деніміз сау болсын, бай қуатты болайық. Деніміз сау болу үшін адам баласы табиғатпен бірге болу керек дейді. Көрдіңіздер ме? Адам жер мен адам дейді. Жер адам мен жер дейді. Көрдіңіздер ме? Домбыраның қос сүйегі сияқты дейді. Сондықтан қазіргі заманда енді өзіміз осы денсаулық сақтау саласында болғаннан кейін неге көп жағдайда біздің сапамыз түсіп кетті? Қай жағынан болса да. Өйткені біз табиғаттан алшақтап кеткен сияқтымыз. Бұл менің ойым. Мынау тауға қарасаң, табиғатқа қарасаң, суға қарасаң, адамның жан тынышталып, жан дүниесі рақаттанып, бір үндестік табады. Бұл шипа адамның жанын емдейді. Міне сондықтан табиғатпен бір болыңыздар. Міне ұшақ. Міне осындайды көргеннің өзі Аллаға сан шүкір, естігеннің өзіне Аллаға сан шүкір етеміз, сезінгенімізге шүкір етеміз. Табиғатпен бір болыңыздар. Балаларыңызға табиғатты, жан-жануарды, жалпы жаратылыстың барлығын құрметтеуге үйретуіміз керек. Сонда біздің болашағымыз бар. Міне қандай керемет дауыс, жанға шипа. Табиғатқа қарап ой жүгіртіп, Шәкәрім атамыз айтқандай, келдім қайдан, қайда барам деген сияқты. Не бітірдім, не қойдым деп адам бір ой жүгіртіп қойса, күнделікті таңертең серуендеп, табиғатқа шығып, ой жүгіртсе, ойланса, көп жағдайда Алла тағала қателестіре қоймайды. Алла тағалам барлығымызға денсаулық беріп, жалпы екі дүниеміздің байлығын берсін.